Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте тойымды, керемет тағамның түрі нан салма дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамды дайындау үшін бізге жұмыртқа, сары май, пияз және ұяшық кеспесі қажет болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай сары майды күйдіріп, оған бір дана пиязды жақсылап қып-қызыл болғанша қуырып аламыз және суға жұмыртқаны қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей мынандай ұяшық кеспесінен өзіміздің нан салмамыздың нанын дайындап аламыз. Қайнап тұрған суға тұзды салып, мінекей ұяшық кеспесін салып, осылай пісіріп дайындап аламыз. Біраз суда қайнағаннан кейін жаңағы дөңгеленіп тұрған қамырдың бәрі, лапшаның бәрі ашылып, мінекей мынандай болады. Лапшамызды осылай пісіріп аламыз. Лапшамыз піскеннен кейін үстінен суық су құйып сүзіп аламыз. Мінекей лапшамды сүзіп алдым. Енді бұның үстіне жаңағы қуырылған сары майға қуырылған пиязымызды үстіне салып, мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің лапшамыз өте дәмді болып шығады. Енді бұның үстіне жаңағы піскен жұмыртқаларды турап үстіне саламыз. Мінекей осындай керемет тағам болып шығады. Сары майға піскеннен кейін пиязымыз сары майға қуырылғандықтан бұл тағам өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге бүгінгі осы жасаған тамағым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.